Күйеуі әйелін жазаламақ болып үйден кетіп қалды. Бірақ ең үлкен жазаны өз алатынын ол кезде мүлде білмеген еді. Барлығы сенің арқаңда емес. Керісінше, бәрі менің арқамда тұр. Сен менсіз бір аптада өмір сүре алмайсың. Тізерлеп өзің келесің. Болаттың даусы үйдің ішін жаңғыртты. Ол әйелі Айгүлге саусағын шошайтып айқайлап тұрды. Жанында тұрған енесі Күләш әр сөзін қоштап басын изей берді. Айгүл үнсіз тыңдап тұрды. Ол бұл көрініске баяғыда үйреніп кеткен еді. Күйеуі өзін отбасының жалғыз асыраушысы санайтын. Ал әйелінің үйден компьютермен істейтін бухгалтерлік жұмысын ешқашан жұмыс деп мойындамайтын. Бірақ шындық мүлде басқа еді. Бірнеше жыл бұрын жұмыссыз қалған кезде үйге жөндеу жасалды. Көлік сатып алынды. Балалардың мектеп шығындары төленді. Мұның бәрі Айгүлдің еңбегі болатын. Соған қарамастан, оның еңбегі ешқашан бағаланбады. Ақыры Болат ашуға булығып, мен кеттім. Жалғыз қал. Сонда ғана менің қадірімді түсінесің. Ол есікті тарс жауып шығып кетті. Енесі мысқылдап күліп, енді не істейтініңді көреміз деп бөлмеден шығып кетті. Айгүл жалғыз қалды. Бірақ таңғаларлығы, ол бұрынғыдай қорқыныш сезінбеді. Керісінше, үйдің ішін ерекше тыныштық басты. Алғашқы күндері ол бәрін бұрынғыдай істеді. Балаларын мектепке жіберді. Жұмысын жалғастырды. Кешке тамақ әзірледі. Тек бір айырмашылық болды. Үйде айқай жоқ. Есіктің ашылған дыбысынан селк ететін қорқыныш жоқ. Күйеуінің көңіл күйіне қарап өмір сүру жоқ. Балалар да өзгерісті бірден байқады. Бір күні кенже ұлы, әке қашан келеді деп сұрады. Айгүл жай ғана, әкеңнің шаруалары бар деп жауап берді. Сол кезде қызы Аружан күтпеген сөз айтты. Анашым, осылай тыныш болғаны жақсы екен. Үйде ешкім айқайламайды. Осы сөз Айгүлдің жүрегіне қатты әсер етті. Балалар бәрін байқап жүрген екен. Осы уақытқа дейін тек өзі ғана емес, балалар да күн сайынғы жанжалдан шаршағанын түсінді. Бірнеше апта өткен соң тағы бір үлкен өзгеріс болды. Айгүл жұмысына бұрынғыдан да көбірек көңіл бөлді. Тұрақты клиенттеріне жаңа қызметтер ұсынды. Қосымша 2 компаниямен келісім шарт жасасты. Жұмысы көбейді, бірақ табысы да бірнеше есе артты. Алғаш рет банк қосымшасындағы қомақты ақшаны көргенде оның көзіне жас келді. Бұл өз еңбегімен тапқан ақшасы еді. Ешкімнен рұқсат сұрамай жұмсайтын өз ақшасы. Ең алдымен бірнеше айдан бері бұзылып тұрған ыдыс жуатын машинаны жөндетті. Содан кейін көптен армандаған жаңа диван сатып алды. Ескі диванмен бірге өткендегі ауыр естеліктер де үйден кеткендей болды. Үйдің іші жаңарып, жайлы бола бастады. Айгүл алғаш рет өз үйінде өзін еркін сезінді. Бір кеште жаңа диванда шай ішіп отырып, ұйықтап жатқан балаларға қарады. Сол сәтте оның ойына бір ғана сөз келді. Шынында да онсыз өмір әлдеқайда жеңіл екен. Дәл бір ай өткен соң Айгүл жұмыста отырған кезде есіктің құлпы бұрылды. Ол селк етіп есікке қарады. Табалдырықта Болат тұр екен. Ол өзін жеңімпаздай сезініп кіріп келді. Үйдің шашылып жатқанын, әйелінің жылап отырғанын, өзінен кешірім сұрайтынын күткен еді. Бірақ көрген көрінісі оны есеңгіретіп жіберді. Үй тап-таза, ас үйден жаңа піскен бәліштің иісі аңқып тұр. Балалардың күлкісі естілек. Қонақ бөлмеде жаңа диван, жаңа перде, қабырғада әдемі суреттер. Бұл үй бұрынғыдан да жайлы болып кеткен еді. Айгүл сабырмен қарсы алды. Жүзінде мұң да жоқ, өкініш те жоқ. Тек жай ғана байыпты көзқарас. Сен бірдеңе іздеп келдің бе деп сұрады ол. Болат абдырап қалды. Мен өз үйіме келдім деді, сенімді болуға тырысып. Айгүл жай ғана жымиды. Мен сенің үйіңнен анаңның үйі шығар деп ойлап едім. Балалар жүгіріп келіп әкелерімен амандасты. Бірақ бұрынғыдай мойнына асылып, қуанып қарсы алған жоқ. Қысқа ғана амандасып, қайтадан ойындарына кетіп қалды. Сол сәтте Болат бұл үйде ешкімнің өзін күтіп отырмағанын түсінді. Ол бұрынғы әдетімен сөйлей бастады. Жарайды, ренжіме. Мен де қызбалыққа салындым. Сені кешіруге дайынмын. Кейін бүгін мейрамханаға барамыз. Отбасы балалар үшін бірге болу керек. Айгүл оның сөзін соңына дейін үнсіз тыңдады. Сосын сабырмен жауап берді. Сен бір кезде дұрыс айтқан екенсің. Болат таңырқап қалды. Нені дұрыс айтып кеткенде бәр өзгереді дегенің рас болды. Бірақ сен ойлағандай емес. Сен кеткен соң қорқыныш кетті. Өзімді кінәлау жоғалды. Күн сайынғы жанжал тоқтады. Балалар тыныш ұйықтай бастады. Мен еркін тыныс ала бастадым. Мен бұрын өмір сүріп жүрген әйел сен есікті тарс жауып кеткен күні жоғалып кетті.
Ал бүгін сенің алдыңда мүлде басқа адам тұр, сол үшін саған рахмет. Сен менің көзімді аштың. Мен сенсіз өмір сүру әлде қайда жеңіл екенін түсіндім. Мен ажырасуға өтініш беремін. Қалған заттарыңды алып кет. Болат үнсіз қалды. Ол бұрынғыдай айқайламақ болды. Қорқытқысы келді. Бірақ ешқандай сөз табылмады. Өйткені оның барлық билігі Айгүлдің сабырлы мінезінің алдында түкке тұрмай қалды. Ол өзін осы үйдің қожайыны санаған. Бірақ бұл үй онсыз да бақытты өмір сүріп жатқанын кеш түсінді. Айгүл ас үйге кіріп, балаларына жылы бәліштен бөліп берді. Ал Болат жаңарған үйдің ортасында жалғыз өзі үнсіз тұрып қалды. Өмірінде алғаш рет қорланған адам Айгүл емес, дәл өзі болды. Сол күні Айгүл иығындағы ауыр жүктің жоғалғанын сезді. Оның орнына еркіндіктің жеңіл қанаты келген еді. Бұл оның жаңа өмірінің бастамасы.